Тақуалық деген не ол? Аллахтың бұйрықтарын орындайтын, тыйымдарынан тыйылатын. Сонда бізде сұрақ туындайды. Біз қазір Алланың бұйрықтарын орындап жатырық, тыйғандарынан тыйып жатырық. Біз тақуалықта өмір сүріп жатырмыз деп ойлауымыз мүмкін. Ассалаумағалейкум, біздің каналға былайынан подписаться етіңіздер, және де мына қоңыраушаны басып, барлығы дегенді басыңыздар. Сосын біздің жаңа уағыздарды күтіңіздер. Біз бұл тақуалыққа әрбір секунд сайын мұқтажбыз. Яғни әрбір секунд сайын Аллахтың бұйрықтарын орындай алуға, әрбір секунд сайын Аллахтың тыйымдарынан тыйыла алуға біз неміз? Біз мұқтажбыз. Өйткені біздің болашағымызда қазір істеп жатқан құлшылықтарды жасай аламыз ба, жасай алмаймыз ба? Ол не? Ол сұрақ астында. Және де қазір харам болған нәрседен тыйылып отқан шығармыз біз. Бірақ болашақта сол нәрселерден тыйыла аламыз ба, аламаймыз ба? Ол да не? Ол да сұрақ астында. Егер де тақуалық болмаса сол арада, онда біз қазір мен құлшылық орындап жатырмын, өтіп кеткеніме шейін осы құлшылықта болам деген сөз болмайды. Ол біздің болашақта өміріміз не? Ол сұрақ астында қалай болуымыз. Сол үшін де пенде әрдайым Аллахтан осы тақуалықты қалыптастыратын нәрселерді сұрап, сол тақуалыққа алып баратын нәрселерді көбейтуге әрекет жасау керек. Чтобы өмірінің соңына шейін сол нәрсемен, сол тақуалықпен өту үшін. Аллах тағала бекерден бізге Құранда Роббана ла тузиг қулубана бa'да из хадайтана деген дұғаны үйретпеген. Раббымыз Аллах тағала, сен бізді өзіңнің хидаят тура жолыңа бастағаныңнан кейін не қылып қоймаған? Бізді адастырып қоймаған деген дұғаны бізге не қылмаған? Бекерден үйреткен жоқ. Неге? Өйткені пенде мен қазір хидаяттамын, өтіп кеткеніме шейін осы күйінде қалам деген ода не жоқ? Ода худжат жоқ. Сол үшін біз әрдайым Аллах тағалаға неміз? Мұқтажбыз. Бұдан кейінгі істейтін құлшылығымызға да, қазір құптан намазының уақыты келіп жатыр ма? Құптан намазын оқуға да, құлшылықтар жасауға да, ғибадат жасауға да әрдайым біз кімге мұқтаж бола береміз? Біз Аллаға мұқтаж бола береміз. Сол үшін пенде ол Аллах тағаладан әрдайым болашақ өмірінде сол өзінің дінінде мүкәммәл бекем болу үшін әрдайым Аллах тағаладан оған керек болған сол дінде оны ұстап тұратын нәрселерге мұқтаж болады. Ал ол нәрселерді қақтан қалыптасады, ол пендеде оның ғибадат құлшылықтарынан қалыптасады.